Қазір бізде балалар әліпби сабағы. Бүгін біз тақырыбы сабағымыздың балалар Т дыбысы және әріпі. Т дыбысымен танысуды біз балалар жалғастырамыз. Сөзде орнын тауып айту. Сабақтың мақсаты бүгінге. Және біз тұтас оқуды, буындап оқуды жалғастырамыз. Түсінікті ме сіздерге? Және сөздерге балалар дыбыстық талдауды жасауды үйренеміз. Түсіндіңдер ме? Т дыбысына байланысты сөздерге дыбыстық талдауды үйренеміз. Психологиялық дайындықтан бастайық. Қайда тұра қойыңыздар. Ал қалай düşеді психология? Сонымен Т дыбысы қандай дыбыс екен бізде? Дауыссыз. Неге ол дауыссыз дыбыс? Әлетілік, айтылмайды. Дұрыс. Т дыбысынан қандай біз сөздер жаттап алдық? Көтереміз, аха. Нұрәлі? Тау. Тағы кім айтады? Дерас айта ғой. Қалай? Ата. Дұрыс тағы Нұрәлі? От. Қазына айта ғой. Т дыбысынан қандай сөздер келеді? Ата. Мирас айта ғой. Т дыбысынан келеді. Тез айта ғой. Давай, аян жарайды. Дұрыс, молодцы. Енді мұнда қарайсыздар, жарайсыздар. Енді біз балалар Т дыбысынан келетін сөздерді тағы да бірнеше қайталап шығайық. Нет олар? Немен қайталады ме? Мынаумен ту, ат, отар деді. Отар. Бірнеше қоймаса ол отар деп аталады. Жарайсыздар. Енді қараңыздар балалар. Т дыбысын қанеміз? Туды. Мұңға білейікші. Мұңға білейікші. Неше болды сөз? Бір болды. Ат деген сөз мұңға болды. Бір болды. От. Бір болды. Отар. Отар. Бір болды сөз. Жақсы. Ана. Аспа. Жарайсың. Үш жапыла қалар. Міне бала оқиды. Аят давай асын оқисың. Жоқ, асын оқиды. Ата. Қосара. Неге? Қайттан оқимыз? Тара. Жоқ, қайттан оқы. Тар. Сосын. Жоқ. Тор. Аспа. Қос қайды. Дұрыс мен жерді. Тара. Жақсы, отыра ғой. Кім? Келе ғой, қазына келеді. Кім? Келе ғой, қазына келе ғой. Қазына. Ез оқимыз. Ат. Ор. Ез оқимыз. Он. Жарайсың балалар, үш жапалар, қазынаға тұр. Жарайсың отырады. Біз дәптермен жұмыс жасайық.
Асыға. Тас деген сөзде неше дауыссыз дыбыс бар? Дауыссыз Екі. Ал дауысты? Дауысты бір. Неше буынға бөлінеді? Тас деген сөзді буынға бөлінеді? Неше буын сөз? Екі. Екі буын. Бақ, дәлелдесін. Неше? Бір буын. Жарайсың. Міне қыздардың жақсы дұрысына Тау деген у қандай болып кетеді бізде? Қандай болып кетуші еді? Міне, удан кейін не болады? Адан кейін у қандай болады? Қандай дұрыс? Енді қоямыз. Бізде дауысыз дұрыс барды. Жұмыс, аян, тақтада жұмыс қыл. Бүгін сендерге, балалар қараймыз. Қонаққа бота келді. Бота ненің төлі білесіздер ғой? Ненің төлі бота? Түйенің төлі. Дұрыс, міне бота сіздер қонақ келді. Бота неге біргеміз? Сендермен қазір оқимыз. Дұрыс, нұрайлы кел шыға ғой. Не болады да? Ота, дұрыс аға. Ат. Қандай сөз шығады? Ат. Та. Ата. Атта, дұрыс. Дұрыста болып қой. От. Аянында қараймыз. От. Ар. Отар. Молодец, мына. Бір буынды сөздер еді, е? Ту. Аян. Тау. От. Қандай сөз шықты? Ан. Отан. Ота, молодец, мына жерде. Та. Су. Су. Тасу. Жарайсың, Нұрайым, жарайсың. Отыра ғой. Та. Қандай сөз шықты? Ота. Дұрысынан оқимыз. Аты. Ат. Екінші буын. Қандай сөз шықты? Та. Қандай сөз шықты сонда бізде? Атта. Дұрыс. Мынаны оқимыз кәне. Мына бір буынды сөз. Ту. Дұрыс, мынау бір буынды сөз. Түзу тұр, Мирас. Не болады? Тау. Тау. Отыра ғой жақсы. Тау. Ту. Ой. Ту. Тау. Тау. Молодец. Тан. Тан. Отау. Тау. Тан. Енді бір сөзді оқы. Тасу. Тасу. Жарайсың. Олды, аян, жарайсың. Мирасқа бет. Асын оқиды. Қатты оқы. Қақпасына. Ат. Екінші буынды оқимыз. Та. Қандай сөз шықты? Ата. Молодец. Мынаны оқимыз. Қандай сөз шығады? Отар. Отар. Молодец. Мынау бір буынды сөздер енді, е? Ту. Келесі буынды оқы. Тау. Не болады? Тау. Тау. Жарайсың. Келе ғой, айна. Қатты оқи ғой. Ота. Дұрыс, мынаны оқы. Қатты оқы. Не болады? Ат. Та. Молодец. Қатты оқысаң, аян. Қандай сөз шықты? Отар. Молодец. Жарайсың. Молодец. Жарайсың. Отыра ғой. Біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашамыз, кәне жұмыс дәптерімізді ашамыз. Ашамыз, кәне 32-ші. Ата. Неше дауысты дыбыс бар? Екі. Неше дауыссыз дыбыс бар? Ата деген сөз буынға бөлінді кішкенекей. Жарайсың. Дауыссыз дыбыс бар. Неше дауыссыз? Нұрайлы. Дауыссыз дыбыс неше? Дауыссыз дыбыс. Екеу, дауысты дыбыс. Бір. Буынға бөлінді тау деген сөзді. Неше? Бір буынды. Жарайсыздар. Бүгінгі дыбысына байланысты сендерге жұптық жұмыс беремін. Мына жұмысты Мираспен Аян орындайды. Мына жерде қараңдар балалар. Мына жерге түсіп қалған әріптерді жазамыз. Түсіндіңдер ме? Мынау не, Аян? Ат. Дұрыс. Мынау не?
От. От, мынау не? Не дедік біз? Рас? Не мынау? Тау, иә? Тау. Мынау не дедік біз? Тон, иә? Енді қарады, бұл жерге түсіп қалған әріптерді жазыңдар өздері. Жазыңдар кәне екеуін. Екеуін бірге бірігіп жазамыз, иә? Кіші әріппен жазамыз, Аян. Кіші әріппен жазамыз. Жұптық жұмыс қазынамен айла орындайды. Қай дыбыстан басталады дейді. Мынау апарып сәйкестендіресіңдер, иә? Сәйкестендіріңдер. Кәне, қаламдарыңды алыңдар. Бар ма? Сәйкестендіріңдер. Зу сәйкестендіреміз, дұрыс. Сосын мынау не бізде? Дұрыс. Қандай дыбыстан басталып тұр? О, апарамыз сәйкестендіріңдер, қыздар. Тағы не бар бізде? Суреттерді қараңыз. Сағат, дұрыс. Тағы не бар бізде? Не мынау? Дұрыс. Қандай айтайды ғой? Телефон, Т дыбысы бар ма бізде? Бар ма? Апара қойыңдар. Жарайсыздар. Жақсы, тапсырманы жақсы орындадыңдар, дұрыс. Бүгін балалар қандай дыбыспен тырастық бүгін? Т дыбысы қандай дыбыс екен соның? Неге бұл дауыссыз дыбыс? Енді Т дыбысынан келетін қандай сөздер есіңізде қалды? Бір-бірін айтамыз. Тау. Дұрыс. Қыздар айта қойыңдар, қандай сөздер? От. Айла? Тас. Жарай. Енді кім айтатын болады? Т дыбысы сонда сөздің қай жерлерінде келеді екен? Қай жерде? Басында келеді. Тағы да? Ортасында. Қыздар, ортасында келеді ме? Т дыбысы. Келеді, дұрыс. Сонымен бала, бүгін біз сабағымызды аяқтаймыз. Бүгін өте жақсы жұмыс сабаққа қатыстыңдар, аяңыз отырамыз, иә? Енді бұл жерде бізде білім сандығы білесіздер, иә? Бізде білім сандығы тұр. Кімге сабақ ұнады, үйретті мен, бәрін маған түсінбесе, бұл жерге келіп, мына жерге саласыздар, иә, қазір? Кім мен қиналдым, әлі кішкене түсінбедісе, ол бұл жерге салады. Түсіндіңдер ме? Все, келе қойыңдар. Ұнады деп. Ұнады ма? Все, молодец, слава тұралып. Нұрәлі келеді, Нұрәлі. Жаққа кезекпен, ақырын арасақ. Нұрәлі, ой, Ерғанат. Келе қой. Келе қойыңдар, тез. Жоқ, болды, жетеді. Сол. Жарайсыздар, отырыңдар. Бүгін енді балалар не сендерді білді мен айтып, бәріне бүгін сабақ сендер ұнапты. Бүгін де сендерді сабақта жұмыс жасағандар да маған өте жақсы ұнады. Өте жақсы сабаққа қатысқан бізде бүгін Нұрәлі, Аян, Қазына, Айла, Мирас және Ерғанат. Осымен сабағымызды енді біз аяқтаймыз. Рахмет сендерге.